ерекше атмосфера, open air, жанды дауыс және қайталанбас плейлист тыңдаймын десеңіз жақынырақ отырыңыз көрермен. Біз бүгін ерекше фестивальге келдік. Олай болса біз бастаймыз. 11 маусым Алматыдағы шаңғы трамплиндер кешені еліміздің түкпір-түкпірінен келген 7000 көрерменге толы болды. Оған себеп заманауи қазақстандық музыкалық фестиваль. Бұл жаздағы ең үлкен жобалардың бірі. Жастықтың, жаңа музыканың үлкен мерекесі. Қош келдіңіздер. Жыл сайынғы болатын үлкен жоба деп сенеміз, бірақ ол үшін сіздердің қолдауларыңыз қажет. Алматының вайбы бүгін осы жерде. Бұл кеш жаңа қазақ музыкасының алуан түрлілігін айқын көрсетті. Бір-бірінен өзгеше 20 артист сахнада өнер көрсетті. Сондай-ақ беу сахнасында Қырғызстаннан келген Улукмана Помен Бакыр, Өзбекстаннан Ато Узи өнер көрсетті. Шетелден келген көрермен де бар. Эстониялық ару Наиля Қазақстанға сапары барысында фестивальге келіп көңіл көтерді. Наиля қазақ тілін жетік меңгерген. Наиля, Алматыға қош келдіңіз. Атуши рахмет. Алматы город моих мечтай. Бұл менің шабыт қаласы. Қай жер ұнайды нақты сізге? Тауы ұнайды ма, ғимараты ұнайды ма, не ұнайды? Маған ұнады Көктөбе. Мен Көктөбеде болдым 2 жыл бұрын. Және осы кезінде мен тауға жетуге келдім. Олай болса, мен бүгін сізге бір қазақ тіліне сынақ өткізгім келіп тұр. Мен қазір бір жаңылтпаш айтам, сіз менің артынан қайталайсыз. Жақсы ма? Жақсы. Олай болса, біздің барлығымыз қазақтың бәрі айтатын жаңылтпаш. Шеше, неше кесе сынды кеше. Шеше, неше кесе сынды кеше. Шеше, неше кімді кеше. Тағы бірін. Шеше, неше кесе сынды кеше. Шеше, неке сынды кесе. Тамаша. Концертке келгендердің қарасы көп. Мұндағы вайб та ерекше. Тіпті жарда Алматы жиналып алған ба дерсіз. Шаңғы трамплин алаңына жиналған жастар еркін билеп, әр әртістің әнін қосылып шырқады. Алматы жастар қаласы екенін осы жерде анық аңғардық. Бұндай жас жаңа қазақ музыкасының бас қосуы болған жоқ десе де кішігірім жиындар болып жүрді, кішігірім концерттер болып жүрді, бірақ осындай масштабта, осындай лайнаппен алғаш рет. Әдемі. 6 сағатқа созылған концертте бәрі ән шырқады. Кеш жүргізушілер де дән риза. Құрметті достар, беу дейтін сөзге лайық фестиваль. Әдетте енді қазақтар беу деп қашан айтады. Белгілі бір нәрсе ұнаған кезде, белгілі бір өнерпаз сахнаға шыққан кезде, оның өнері ұнап жатқан кезде, оған шабыт беру үшін, жігерлендіру үшін беу деп айқайлап жататын, қолдап жататын жайымыз бар. Сондықтан беу фестивалі осы сөзге лайық деп ойлаймын. Қолдауға лайық, тыңдауға лайық. Сондықтан беу! Фестиваль беу жобасының тек бастамасы ғана. Басты жаңалығы күзде болады. Себебі енді радио арналардан заманауи қазақ музыкасын таңдай аласыз. 97.7 FM радио толқыны алматылықтар үшін қызмет етіп, жаңа қазақ музыкасының алаңына айналады. Фестивальдің басты мақсаты танымал жас орындаушыларды барынша қолдау және біріктіру. Ендеше мақсат орындалды деп есептейміз. Маған дәл осы жерде бейнематериалды аяқтауға тура келетін сияқты. Себебі мұндай атмосферада тіпті жұмыс істегім келмейді. Олай болса сіздерге келесі кездескенше дейміз көрермен. Ал мен әрі қарай концерт тамашалайын.